Менің балам бала, біреудің баласы мола. Шерзатты өлтірген жауыздардың аналары үндеу жасады. Балалар тыныш тұрған жеріне Шерзат марқұм жаңағы бір баланың жағын сынырды. Ойламаған жерден ұрып жіберген. Жауыз бала асырасаң қолдарыңды қан етер демекші Шерзатты бақилық еткен ұлдарын ақтап тұрған надандар. Айтыңдаршы, неге сонша шулап жатсыңдар? Қазақта сөз бар ғой, жел соқпаса шөптің басы қимылдамайды. Оған қоса бұл балаларыңның жасап тұрған алғашқы қылмыс емес. Шерзат келіп тыныш тұрған ұлдарымыздың жағын сындырды. Біздің балаларымыз ол жаққа адам өлтіруге бармаған депсіңдір. Онда мына сұраққа жауап беріңдерші. Қазір сендердің ұлдарың зонада. Ал Шерзат неге молада, а? Ешкімді өлтіруге бармаған балаларың онда неге Нұрғанатты өлтірмек болып, оған қоса оның қалтасындағы әмияны мен ұялы телефонын ұрлап кеткен? Осыдан кейін қай беттеріңмен бала емес бәлелеріңді ақтап тұрсыңдар? Нұрғанат мылтық атты депсіңдер. Егерде Нұрғанат мылтық ататын болса, сендердің балаларың қалай жарақат алмаған? Есте болсын, кім не істесе де ешкімнің жанын алуға құқы жоқ. Кешірім сұрасаңдар дұрыстап сұраңдар. Қаржаубайдың аяғына барып құлаңдар. Шерзат енді қайтып келмейді. Сондықтан өксіп жылаңдар. Түсіндіңдер ме? Ұятсыз немелер. Елімізден, халқымыздан кешірім сұраймыз балалардың сондай істегеніне. Бірақ та әділ болсын. Нұрғанатты жауапқа тартылсын. Қаржаубай да жауапқа тартылсын. Соны тілейміз біз. Біз соны тілейміз. Екі жақты бірдей қараңыздар. Не де болса, бір жақты ғана кінәлауға болмайды. Мылтықты Нұрғанат алып шықты, мәшинесінен балаларға қарата атты. Балалар тыныш тұрған жерінен Шерзат марқұм жаңағы бір баланың жағын сынырды. Ойламаған жерден ұрып жіберген. Неге ұрады? Өздері мылтық алып шықты, пышақ алып шықты. Содан жігіттер көтеріліп кетті. Кешірім сұраймыз балаларымыз үшін. Біздікі дұрыс емес. Но если балаларды спровоцировать етпесе, тыныш бәрі шешіліп әркім үйіне кететін. Олар бір шакал емес, жаңағы жиналып алып бір жерге барып топтасып әдейі барған жоқ. Ол Шерзатты өлтіреміз деп барған жоқ. Өйткені ОПГ-да емес, бәрінің үй жайы бар балалар. Олар кафеде өздерімен өздері отырған балалар болған. Өздерімен өздері үйлеріне уже кетейін деген балаларды жаңағы звонок болды. Ал бәленің бәрі сол Дарханнан басталған. О жерде Дарханды танымайтын балалар да бар. Ал ол енді Дархан үндемейді. Ол Қаржаубайдың танысы, Нұрғанатпен бірге арақ ішіп жүрген адам ол. Ал шындық керек болса, осындай шындық болсын. Сол Дарханса барамыз біз де. Дархан да жауапқа тартылсын. Өйткені бәрін шақырған Дархан. Дарханды о жерде танымайтын балалар бар. Біздің бауырымыз вообще танымайды. Танымайды да. Менің балам вообще танымайды Дарханды. Просто звондағаннан кейін бір общий знакомый болғаннан кейін ғана барды. Әтпесе деген бір адам өлтіруге барды деп. Неге елдің бәрін үйтіп бүлдік неткізеді? Жаңағы көтеріп жіберді халықты. Халық білген жоқ, ненің не екенін білген. Қаржаубай басынан өтірік айтты. Хутыр деген келіп үйімді өртенді. Қайдағы бір танымайтын жаңағы Хасан деген кісіні алды да оны қосып жіберді. Дұрыс емес қой. Енді біз Хасанды да танымаймыз, бұндай сондай деп. Ондай әңгіме екі сөйлемеу керек. Қаржаубай жігіт па? Жігітше пышақ алып келді ма? Жігітше болсын. Нұрғанат атты ма? Атты, оны бәрі біледі. Есікті оның алдында Нұрғанат дегенің біреуге барып, жаңағы мылтықпен барып, жаңағы біреуге атқан екен. Оның бәрі жабылған екен. Оның бәрін біз естіп жатырмыз. Біз баланың 40-на дейін үндемей отырдық. Жарайды, қаза болды, біз кінәліміз деп. О жерде кішкентай оқушы балалар да кетіп жатыр, уже міне қанша болды. Олар сабақта жүретін балалардың бәрі кінәсіз балаларды да барып та қамады. Ондай болса Қаржаубайды да қамасын. Жаңағы оқты теріп алған, жаңағы әйелі ма, қарындасы ма біреу оқтың бәрін теріп алған дейді. Нұрғанат атқан оқты теріп алған. Ол адамда жауапқа тартылсын. Бәрі ашық сот болса, бәрі бірдей болсын. Бәрі ашылсын. Біз соны талап айтамыз. Құрметті халқым, елім, жұртым, қазақ елі. Менің сіздерге айтайын дегенім, осы мына әлеуметтік желіде менің Шерзатымның аты қайта шығып жатыр. Үйіме журналистер келіп жатыр. Қайсысы келсе де блогерлер келіп жатыр. Бірақ менің
бала шағамның, менің отбасымның атын былғаудың қажеті жоқ. Осы хуторскийлер деп айтылып жатыр ғой. Хуторды тек мен айтып отырғаным жоқ, бүкіл ел жұрт айтып отыр. Хасан деген адамды мен көзбе көз көргенім жоқ, бірақ Хасанның менің бала шағамда не өші бар екенін білмеймін. Мүмкін ол да қатысты емес шығар, бірақ аты бар ел солай болып аталып кеткен. Мен сөзімнен қайтып, ісімнен қайтып жатқаным жоқ. Анық хуторский адамдар, біз отырықшы елміз, жақсы адамдармыз, ешқандай жамандығымыз жоқ, біз осындаймыз деп қайта-қайтадан шығып жатыр. Мүмкін жақсы адамдар бар шығар ол жерде, бірақ ел болса, еркек болса, азаматтар болса, мен деген бір үйді басқарып отқан еркектер болса, бала өліп жатыр, қан төгіліп жатыр. Ұлдары керек болса, бала шағасына әлі келетін азаматтар болса, іш болмаса балдарының істеп қойған, білместен істеді ме, қасақана істеді ме, соның үшін анамын, менің балам бірінші перзентін жоғалтып отыр. Соған келіп, азаматтығын білдіріп, біз кешірім бермесең де, баланың құрмет үшін, жастығы үшін алдыға келіп отырмыз деп бір ауыз, бір азамат хуторда, азаматпыз деген азаматтар, осы тиктокқа, инстаграмға шығып отқан азаматтар бір ауыз келіп, бір көңіл білдірдіңдер ма? Қалай азаматпыз деп сөйлейсіздер? Себебі сіздер адам жоғалтқан жоқсыңдар. Сіздердің жандарың күйген жоқ. Адамдардың жанын күйдіріп жүр сіздердің балдарыңыз. Қалай тәрбие бердіңдер, қалай не істедіңдер, мен білмеймін. Бірақ үй жанады, менің бала шағам өз өртеген болады, бала өледі, ағасы өлтірген болады. Бұл елде, бұл адамдардың алдында. Сіздер ақша менен, дүние менен РВД-ны, сотты, прокурорды сатып аласыңдар. Бірақ Құдайды сатып аламайсыңдар ғой ешқайсың. Құдайдан қорықпайсыңдар ма? Сіздердің бастарыңа түспей ме бұл күн? Сіздерден зорлар шықпай ма? Неге соншалықты қатыгез адамсыңдар? Өздеріңнің қатыгез екендіктеріңді, қандай адам екендіктеріңді, міне менің балам өлгеніне 10 күнге шамалап қалды. Бір еркек азамат келіп, осындай болып қалды ау, қайырлы қаза болсын дегенді айта алмай отырып, қалай сөйлейсіңдер? Қалай жүректерің барып, азамат болып бас көтеріп жүрсіңдер? Менің балам ел қырылмасын, бала шаға жыламасын, аналар жыламасын, жастар өлмесін. Не болса да біз әділдікті қалаймыз. Әділдікті қалаймыз. Біз атсайық, шабысайық, митинг көтерейік, елді дүрліктірейік деп отырған ештеңеміз жоқ. Бірақ осы болып тұрған дүниенің бәрі дұрыс па? Елім, халқым, өздерің азаматтықтарыңды, әділдіктеріңді беріңдерші осыған. Мынау қалай болғаны? Мен түсіне алмадым. Кімге барып жыларымды, кімге барып күлерімді білмеймін. Үйіме біреу келіп жатыр, біреу кетіп жатыр, біреу менің баламды өлтірді деп келіп жатыр, біреу баламды кассировать етіп тастады деп келіп жатыр, біреу менің үйіме баламның көзін ойып тастады деп келіп жатыр, біреу баламды өлтіріп тастады деп келіп жатыр. Сол адамдардың қаны жіберер ме екен осы істеген адамдарды? Бұл дүниенің ол дүниесі барынан сол дәрежеде қорықпаған адамдардан қорқу керек екен. Мен қайда кетерімді білмей, балдарымды қалай басып, балдарым жарты сағатқа шығып кетсе, жанымды шүберекке түйіп отырған анамын. Сол аналығым үшін осы халқымнан, елімнен, осы адамдардікі дұрыс па, менікі дұрыс, бұрыс па сұрап отырмын. Мен өзімді өзім түсіне алмай тұрмын қазір.